бізде ойын алаңында бірнеше үй ашықтар берілген. Қараңдаршы міне. Бірінші қатарда неше үй ашық бар? Екінші қатарда неше үй ашық бар? Үшінші қатарда неше үй ашық бар? Мұқият тыңдаймыз. Тінтуірдегі жаңа робот тышқанда солға қадам жасайтын тетігінің түсі қандай? Қуаныш? Қызыл салып. Жарайсың. Қош емет, қош емет. Тосын сүй Сұлтан достарына қарап, Сұлтан бізге бір өлең жолын айтып беру керек. Кез келген өлең жолы. Ол қыз болсын, ол ана туралы болсын, ол мейлі жануар болсын. Задним пишу в русский играю и в школу хочу. Бірінші қатардың бірінші үй ашығы деп айтамыз дедім не? Ал кеттік ал. Енді Қуанышқа сұрақ. Тінтуірдегі алға қарай жасайтын қадамды басатын тетіктің түсі қандай? Көк. Жарайсың. Қош емет балалар. Тінтуірдің жүретін жолы қалай аталады? Біз қайда жүргіземіз? Оны оңға солға алға артқа жүргіземіз деп Айсұлтан. Ал. Айсұлтан, ненің белгісі? Сәлеметсіңдер балалар. Мен сіздерге қояр сұрағым келесідей. Мен анамға робот тышқанын жол бағдарламалау үшін нені қолданамыз? Оттасын. Бағдарлама үй ашығында тағы да бізде тосын сәт. Бұл жерде қандай суретті көріп тұрсыңдар балалар? Көңіл-күй жақсы болса шапала. Көңіл-күй жақсы болса шапала. Көңіл-күй жақсы болса шапала, шапала. Көңіл-күй жақсы болса шапала. Көйлегін Қояды. Одан шығып зообаққа барады. Зообақта бар. Қандай жануарлар бар ол жерде? Ол жерде Жануар, лего ойыншықтары немесе робот тышқан. Басты кейіпкер бізде робот тышқан екен. Ал кепшігі иесі. Құрылыс алаңдары неден құрастырдық? Қағаздан, ермек саздан, лего құрастырғыштар. Ал робот тышқанда айдана қалай робот тышқанда қалай бағдарламалар? Ойша ма? Тетігін басыпты әлде қадамдарын санау арқылы? Қадамдарын санадық па, әлде тетігін бірден баса салдық па жаңа асыл төре? Ол жерде асыл төре санамай ойша басқысы